Ал ағайын, ойынның көркін қыздырып, 2 күнге созылған командалық көкпарда А тобынан суырылып алға шығып, Б тобында Амангелді көкпар құрама командасымен кездесіп, финалда 3-0 есебімен айқын жеңген Жангелді ауданы Көгалат көкпар құрама командасы. Команда жаттықтырушысы Тұрғанов Алпыс, команда жетекшісі Қалел Мұратбек, Көгалат көкпаршылары. Команда мүшелерінің барлығына мадақтама және алтын медаль және 200 000 теңге ақшалай сыйлық.